Қазақстан халқына жолдауында мемлекет басшысы өнеркәсіптік әлеуетті толық ашу шараларын күшейтуді тапсырып, терең өңдеу тәсілін меңгеруге басымдық берілген 17 ірі жобаны айқындап берді. Олар металлургия, химия, мұнай химия, автокөлік, туризм, ауыл шаруашылық және тамақ өнеркәсібі сияқты негізгі салаларды қамтиды. Осы жобалар турасында студиямыздың бүгінгі қонағы өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің өнеркәсіп комитеті төрағасының орынбасары Мұхаммед Андақовпен кеңірек талқыласақ. Мұхаммед мырза, кеш жарық студиямызға қош келдіңіз. Сонымен осы жаңа жоғарыда аталған жобалар туралы, бағыттар туралы кішкене кеңірек түсіндіріп айтып берсеңіз. Мемлекет басшысы айтқандай, өзінің жолдауында жолдаған 17 жоба ірі жоба. Бұл мемлекетті маңызды жобалардың бірі. Бұлардың инвестициялық құны 14 триллионнан астам, 15 триллионға жуық. Теңгеде, иә. 25 мыңға жуық жаңа жұмыс орны ашылады. Бұлар іске қосылғаннан соң бәрі. Бұлардың бағыты бойынша біз 17 жобаның ішінде жаңа өзіңіз айтып өткендей бірнеше салалар бойынша 17 жоба іріктеліп бөлінген. Бұл химия өнеркәсібі, қара металдар, түскі металдар, туризм, ауыл бойынша автомобиль көліктері бойынша жаңа жобалар. Бұл жобалардың ішінде біздің министрліктің құзыретіне өнеркәсіп комитеті нақтылай осы 17 жобадан 9 жобаны біз жетекшілік етеміз. Бұл жобалар бойынша әрбір 17 жоба бойынша жол карталары әзірленді. Жол карталар бойынша кезектен кезек іске қосылу мандаттар бар, құрылысы бар, монтажы бар, оборудование, соның бәрі қойылды, бекітілді. Бұл жол карталар бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр. 9 жобалар болса, нақты келетін болсақ, қара металдар. Бұл деген бұл металдардың, қара металл, түскі металдардың алдыңғы қазып алып, сетелге шығарып жатқан заттарды қайта айтамыз, глубокая переработка, терең өңдеу бойынша жұмыс жалғасады. Сонда біз шикізат емес, дайын өнімді ары қарай шетелге экспорттау бойынша және автомобиль бөлшектері бойынша біз қазіргі автомобиль кластерларын дамыту бойынша комплектующийді бөлшектерін шығару бойынша заводты іске қосып, 2 завод қосылады. Сол заводтардың ішіне өзі Kia крупный инвестор кіріп жатыр бізге Қостанай облысына, және Алматыда біздің автомобиль бөлшектері бойынша завод іске қосып жатыр Қытай Халық Республикасымен біргелесіп. Бұл деген біз мультимедиа, қалған машинаның бөлшектері өзімізде өндіріліп, өзіміздің шығарылып жатқан машиналар өзімізде орнатылады, Қазақстанда жасалады. Сол бағыттағы артылған сыртқа, иә. Сондағы біз бұл жобаларын іске қосылғаннан кейін шамамен 1,5 триллион импорттық товарлардың өндірісін өз елімізде қоямыз. Сондағы бұл ақшалар сыртқа шықпай, ішкі экономикаға жұмыс жасайды, өзімізде айналады. Яғни импортқа тәуелділік 1,5 триллион теңгеге азаяды. Осы жобаларын іске қосылғаннан кейін жоспарымыз бойынша 1,5 триллионға осы келіп жатқан импорт, бұлар өндірісі қойылған соң өз жолына бұл өндіріп жатқан зат сырттан келіп жатқан заттарын алмастырады. Өзімізде ішкі нарықта өндіріліп, ішкі нарыққа сатылады және экспортқа шығады. Жақсы, негізі мына өздеріңізге тиесілі 9 жоба туралы айтайық. Олардың аяқталу мерзімі қашан? Толығымен қашан іске қосылуы? Әрбір жобаның әртүрлі мерзімі бар, өз ісіне қосылатын. Мына Kia автомобиль заводын айтатын болсақ, және автомобиль бөлшектерін шығаратын завод, ол жоспар бойынша кейінгі жылға іске қосамыз деп тұрмыз, 25 жылға. Қазір біреуінде 92% бітілген, біреуі 100% сыртқы нелер бар. Ішкі монтаж оборудование, сырттан келіп жатқан оборудованияларды, соларды монтаж жасап жатыр бұл заводтарда. Әрбір жобаның өзінің аяқталу мерзімі бар. Нақтылай осы 5-6 жыл, 3-4 жыл ішінде ұзақ жобалар бар, этап-этаппен іске қосылатын жобалар бар. Әрбір жобаның өз қосылатын мерзімі бар. 9 жобаның құнын айтып кете салайын, жерде өнеркәсіп бойынша 6 триллион болады біздің 9 жобамыз. Оның ішінде 12 мың тұрақты жұмыс орны ашылады. 12 мыңға жуық тұрақты жұмыс орны ашылу жоспарланып отыр. Енді өңірлер бойынша, осы жобалар қай өңірлер бойынша орналасқан? Бұл өңірлер бүкіл Қазақстан қамтуға жасалады. Әрбір өңірлер, бір Павлодар облысы, Түркістан облысы, Қарағанды облысы, Қостанай облысы,
шығыста бар, батыста бар. Сол бәр облысты қамту. Атырау облысы бар химия. Қай өңірде қандай шикізат бар, сол шикізатқа жақын заводтарды жайластыруға соған байланысты. Негізінен шикізаттан алыс болмау керек заводтар. Сол шикізаттар бар жерге жақынырақ қып, қайта өңдеуді заводтарын қою тырыстық. Соларға жақын қып, максималды түрде шариғат жасауға, условия жасауға әрекет жасадық. Соның бәрін қамтамасыз етіп, сол жоспарда көрдік. Бұл енді өз кезегінде жаңағы тауардың өзіндік құнын төмендетуге байланысты ғой. Логистикалық шығындар, басқа да шығындар алыс жолға жүрмеу үшін сол шикізатқа жақын маңызды инфраструктурасы бар қалалардың жанына қоюға тырыстық. Жалпы енді 2024 жыл аяқталып келеді. Осы жылдың қорытындысы бойынша біздің өнеркәсіп саласында ауыз толтырып айтарлықтай қандай да бір жетістіктермен аяқтап отырмыз ба? Мына қазіргі таңда бүгінгі күнге 11 айдың қорытындысы шықты. Ресми статистикалар бойынша ресми өңдеу өнеркәсібі 5,3% өсім көрсетті. Бұл жақсы бір рекордтық көрсеткіштердің бірі өңдеу өнеркәсібі. Бұның ішінде біз қазіргі автомашиналар құрастыру, автомобилестроение дейді, сол бойынша 106,9% өсім көрсеттік. Қара металдар бойынша 10,8%-ға өсім көрсеттік. Түскі металдар бойынша 4,8%, химия өнеркәсібі бойынша 8,4%. Бұл өте жақсы көрсеткіштер. Біз дүниедегі болып жатқан экономикалық басқа да жағдайларға байланысты болмаса да, соған қарамай осы бизнеспен тікелей өзіміздің министрлік өкіметтің істеп жатқан жұмысы, жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп барымыз максималды түрде өз атсалысып жұмыс істегеніміз арқасында дейміз, болмаса басында осы өнеркәсіптің бизнестегі кәсіпкерлердің ынталасы бойынша осы дәрежеге жетіп тұрмыз. Осының бәрі жақсы бір өсім көрсеттік. Және айтар кезек бұл кезде қазір өңдеу өнеркәсібі шикізатты қазып алу көрсеткіштерінен кішкене өсіп баратық. Өндіріс қазір біз уже алдын шикізатты шығаратын мемлекет болсақ, қазір дайын өнімге өтуге бар ықпалымыз салып жатырмыз өнеркәсіп дамыту бойынша. Бұл жақсы жаңалық қой. Осы уақытқа дейін шикізатқа тәуелді болып келген мемлекет енді өзінің өндірісін, өнеркәсібін одан әрі дамытады. Бұл мемлекет үшін несімен маңызды? Маңыздылығы, біз дайын өндіріп шыққанмен экспортқа шығатын өніміміз дайын болады. Бұл деген қоспа құндылығы өседі. Сондағы добавленная стоимость дейді на каждую продукцию. Сондағы ар жақта өндіріліп бізге қайтып келетін, біз дайын өнім шығарғанда экспорттан келетін салымдар, қаржылай бюджетқа түсетін салық қаржылар, олардың бәрі көбейеді. Және біздегі инженер состав көтеріледі, саладағы жұмыстағы квалификация кадров, повышение квалификации кадров, және ол сол өзіміздің елге деген дамуымыз, біздің өнім уже халықаралық дәрежеде және өзіміздің ішкі өніміміз, ішкі нарқымызда конкурентно способны болады, бәсекеске тұрақты өнім болады. Солған экономиканың өсу басты мақсаты ғой, сол дайын өніммен сыртқа шығу және ішке максималды түрде өзімізде ішкі сырттан келетін өнімдерді өзімізде өндіру және экспортқа дайын өнім шығу. Енді қаражат жөнінде әңгімелессек, бұның барлығы енді үлкен қаражатты қажет етеді. Жаңа біраз триллиондаған соманы айттыңыз. Енді инвестиция мәселесі қалай? Инвестиция мәселесі әрбір жаңа салалар түрін айттық қой. Сол салалардың әртүрлі, әр жобаның өзің жаңа жол карталары бар. Жол карталарына сәйкес кейбір жерлерде біз инвестиция жағында инфрақұрылымның сол жобаларға келтіретін мемлекет өз индустриальный зона, специальный экономический зоналар бар. Солар арқылы біз алып келіп береміз. Мемлекет ол крупный сырттан келетін инвесторлар бізге өз өндірісін осы жерге қойып, осы жерде жаңа жұмыс орындарын алып, экономиканы дамыту бойынша. Кейбіреулеріне инвестиция заемный, біреулеріне қаржылай кредиттер. Ол өзінің банктен алатын кәсіпкерлердің өздерінің мүдделерімен алынған кредиттер. Және басқалар тікелей шетелдік инвестициялар. Әрбір жобаның, 17 жобаның әрбір өзінің жоспарлы қаржыландыру өзінің жоспарлары бар. Бір жерлерде несие, бір жерлерде тікелей өзінің инвестициялар, өзінен қаржылар. Біздің мемлекеттің басты мақсатымыз оларға шарат жарату, сол зауыттардың соғып, ары қарай жұмыс істеп кетуіне. Жақсы, Мұхаммед мырза студиямызға келіп, бәрін түсіндіріп,
тәптіштеп айтып бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Мен де Сізге рахмет. сәттілік тілейік, аман Рахмет. болыңыз.